Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға 18 мамырға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқтылар, бұл күні жұмыс жайлы ұмыту керек. Ал үйде жеңіл-желпі жөндеу жұмыстарын қолға алсаңыз сәтті шығады. Осы сәтке дейін сүйіктісімен ұрсып қалған тоқтылар қайта табысады. Тоқтылар бұл күні өздері де байқамай көп жақсылық жасайды. Сондықтан өздеріңіз үшін мақтаныш сезімінде болыңыздар. Бірақ бұл сезімді өзгелерге көрсетпеңіздер, дейді жұлдыздар. Торпақтары, бұл күн барлық тұсынан жағымды. Ең бастысы өз денсаулықтарыңызға мұқият болып, ағзаларыңызға зиян әкелетін әдеттерден аулақ болыңыздар. Жұмыста сіздерді жоғарылау күтіп тұр. Ал туыстармен араласқанда қаржы мәселесін әңгімеге қоспаған жөн. Егіздер, бұл күннің басым бөлігін жұмысқа арнаңыздар. Кез келген ауыр көрінген істерді сіздер оңай еңсеріп тастауға қауқарлысыздар. Тек бастасаңыздар болғаны. Ал айналадағы адамдармен қарым-қатынас бұл күні ауырлау. Себебі сіздерге көбіне өзгелердің қалауымен көңіл күйінің ығына жығылуға тура келеді. Шаяндар, айналадағылардың барлығы сіздердің бастарыңыздағы қиындықтар жайлы білуге міндетті емес. Ал сіздерге бұл пайдалы емес. Көп сөзді қойып, көп еңбектенсеңіздер, нәтижесін жақында көресіздер. Жұлдыздар, осы күні сіздердің өмірлеріңізді өзгертетін кездесу орын алады деп болжауда. Танысқан адам ең жақын адамыңызға айналуы мүмкін. Арыстандар, бұл күні жұмыста болсаңыз, қасыңызда көмектесетін әріптесіңіздің болғаны абзал. Себебі сәттілік осылай келмек. Ал үйде отырған арыстандарға қонақ келеді, келмесе шақырыңыздар. Сондай-ақ бала шағаларыңыздың сіздерден жасырып жүрген мәселелері болуы мүмкін. Соған баса көңіл бөлген абзал. Бикештер, үлкен жоспарларыңызды іске асыруға кірісіңіздер. Әсіресе қосымша дайындықты талап етпейтін мәселелерді қолға алыңыздар. Керек болса көмек сұраудан да қашпаңыздар. Жұмыла көтерген жүк жеңіл екені есте болсын. Күннің екінші жартысында сізге аса ұнамайтын адамға қамқорлық танытуға тура келеді. Таразылар, жұмыстарыңыз алға басып, қаржылық жаңалықтар қуантады. Жаңа жобаларды қолға алып, білім алуға да көңіл бөлетін кезең. Бұл күні саналарыңызда керек ақпараттың бәрі оңай сақталады. Күннің екінші жартысында өздеріңізге сый жасап, қуанышты сәттер сыйлаңыздар. Саршаяндар, бұл күні жаңа адамдармен танысып, жаңа жерлерге барасыздар. Адамдарға дос көңілмен қарап, кішіпейілділік танытсаңыздар, күтпеген сәтте сәттіліктің дәмін татасыздар. Алайда кейбір жақын жандарыңыз көңілдеріңізді қалдырып, ренжітуі де мүмкін. Мергендер, бұл күн тиімді келісімшарттар мен қаржылық құйылымдар болады деп уәде береді. Еш қорықпай сауда жасап, жобаларға ақша салсаңыздар болады. Ал жаңа қарым-қатынастарды бастау үшін күн жағымсыз, дейді жұлдыздар. Тауешкілер, бұл күн дұшпандарыңыз біраз жүйкелеріңізді тоздырады. Алайда олардың қитұрқы әрекеттері сіздердің беделдеріңізге нұқсан келтіре алмайды. Ең бастысы, жақындарыңыз бен достарыңызға кінә арту арқылы өздеріңізді ақтауға тырыспаңыздар. Суқиғыштар, бұл күні уақытты зая кетіріп алмаңыздар. Себебі сәттілікке жету үшін аянбай еңбектенсеңіздер, нәтижесі көп күттірмейді. Отбасылық өмірде белсенділік танытып, кішігірім мереке ұйымдастырған абзал. Бүгінгі жақсы көңіл күйлеріңіз өмірлеріңізге көп жақсылықтың келуінің себепшісі болады. Бұл күн балықтардың төзімділігін тексереді. Себебі сырттарыңыздан өсек айтып, арам ойларын іске асырғысы келетіндер пайда болуы мүмкін. Сол себепті сенімсіз көрінген жандардан қашып, өз денсаулықтарыңызға мән беріңіздер. Ал жұмыс орны немесе салаларыңызды ауыстыруды жоспарлап жүрсеңіздер, әлі уақыты келген жоқ, дейді жұлдыздар. 18 мамырға арналған жұлдыз жорамалы осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.